Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді болып шығатын кешкі асқа өте тиімді кесленің рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен бізге ет, картоп, пияз қажет болады. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша сәбіз, болгар бұршын қоссаңыздар болады, ал мен ештеңе қоспадым. Ең алдымен етті кубиктап тураймыз. Сосын пиязымызды тураймыз. Оны пиязды ұзынша етіп тураймыз. Картопты кубиктап етіп тураймыз. Сосын барлығын қазанда қыздырып, майды құйып, ал ең алдымен ет пен пиязды жақсылап қуырып аламыз. Сосын өздеріңіз қалауларыңыз бойынша қызанақ қоссаңыздар болады, ал мен ішінде сәбізі бар, болгар бұрышы бар, мен салат қосамын. Жақсылап араластырып, сосын картопты қосып, оны да жақсылап қуырамыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш салсаңыздар болады. Жақсылап араластырып, үстінен су құямыз. Көз мөлшерімен құясыздар. Ал енді суымыз 10-15 минут қайнағанша біз қамырымызды илейміз. Қамырымызға жарты стақан су, жұмыртқа, 2 жұмыртқа. Жұмыртқаны көбірек қосқандарыңыз жақсы, қамырымыз езілмей піседі. Сосын тұз. Жақсылап қамыр илейміз. Ал енді қамырымызды жұқа етіп жайып, оны кептіріп аламыз. Сосын кеспеге турайтын ет, ұзынша етіп турап кесіп аламыз. Оны қазанға, қайнап тұрған қазанның сорпасына салып пісіріп аламыз. Қамырымыз кепкен соң, оның арасына ұн себудің де қажеті болмайды. Ал енді астарыңыз дәмді болсын.